Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Путин папаны тыңдай ма деген әңгіме болайын деп тұр қазір. Рим папасын ұлықтау рәсімі өтіпті. Енді ол да бір діннің өкілі ғой енді. Әр дінге құрмет көрсету керек. Әр адам сенім әртүрлі деген сияқты ғой. Ұлықтау рәсіміне 250 мың адам қатысты. Лео 8-ші деген ба, тағы лақап аты Лев 8-ші депті. Енді Лев деген жолбарыс па, қайсысы өзі. Сондай лақап атымен ана алдындағы папа қайсысы болғансың, папалар жиналып папаны сайлаған ғой. Сонымен ол жерге Американың басшылары келіпті. Джиди Венс, Марк Рубио, анау мынау вообще әлемдік сахнада Украина мен Ресей мәселесі бойынша барып жүрген адамның барлығы келген. Одан кейін Зеленский де келіпті. Трамп келмепті әлі. Трамп келмейді сияқты, Трамппен барып жолығам депті. Енді ол айтыпты, Зеленскиймен жолығыпты. Сразу сол ұлықтау рәсімінде Ресей мен Украинаның ортасында қақтығысты айтыпты, тоқтату керек деп. Жауыр болған теманы айтқан ғой енді. Одан кейін не даты? Американың конгресі айтыпты. Айтқанда вообще Ресей мен Украинаның келіссөзі оң нәтиже бермесе, біз санкция салуды тағы жалғастырамыз депті. Соны қарастырып жатыр екен. Не болса да салады ғой, сөйтіп кеп салады. Енді қалай салып жатыр, қай жағынан салып жатыр енді. Ол Ресейге әсер етіп жатыр ма, етіп жатқан жоқ па? Сот кіммен жолығады екен папа? Аты кім еді? Зеленскиймен. Папа дегенмен ол әлемдік саясатқа да араласа алады дейді. Папаның рөлі, Рим папасының рөлі былай қарасаң нормальный, ықпалды салмағы бар сияқты әлемдік сахнада. Енді білмеймін енді. Путин папаны тыңдай ма, тыңдамай ма, ол белгісіз. Одан кейін Трамппен жолығам депті. Не болса да жан жақтан сол Ресейге қалай айтсам екен, осы соғыс ары қарай өршіп кетпесін деп барлық әйтеуір салып жатыр ғой, ненші атын еді. Санкцияны оның әсері де болып жатыр, или қатты болмай жатыр ма? Болмаса Ресей СССР құлағаннан бастап қару өндірген ел қойшы. Мықты ел ғой, базар жоқ. Оны Ресей қару өндірген. Басқалар компьютер анамына өндірсе, ол сол СССР құлағаннан бастап қару өндіре берген ғой. Оның қанша қаруы бар, қанша ел көмектесіп жатыр, былай жасырын емес деген сияқты ғой. Миллион сарбазынан айырылды. Білмеймін, пока біз қаласақ шведтермен 21 жыл соғысқанбыз, соғыса береміз деген сияқты айтыпты екен енді. Енді Түркияға Путин өзі бармады бопты, өзі бармай-ақ мүмкін менсінбеген шығар, мүмкін, білмеймін. Оны да басқалар менсінбей тұрған менің ашығы. Мен ойлаймын да, анау Мединский мед кім еді аты? Соны жібергенше, неғып оны жіберді деп ойлайсыздар, ол келісімге кегісі келмей тұрған менің ашықша. Мединскийді кім таниды? Медицинский ма? Оны ешкім танымайды. Ол барда әйтеуір, барда да 4 облысты бізге беріңдер, сол бұрынғы теманы қозғап, біз қаласақ 21 жыл соғысамыз деп қайтыпты. Соғыс аяқтағысы келетін адам өзі келмесе де сыртқы істер министрлігі Лавровты жіберу керек еді деп ойлаймын да. Енді бұл білмеймін енді. 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетуі мүмкін деген ақпараттар шығып жатыр. Басталса басталатын шығар. Былай қарасаң барлығы бір адам. Болмаған жерге таласып, тіліме тиіссің, бүйттің деп. Сонша мысалға енді Донецк пен қайсет ЛНР мен ДНРді сол жерде орыстар зәбір көріп жатыр деп енді бастады ғой. Сонша жаны ашыса өздерінің еліне көшіре алмай ма деймін да мен. Қанша адам қайтыс болды. Ана ЛНР мен ДНР қазір жоқ картада. Барлығы бомбаланып бітті. Білмеймін. Адамдар не болып баратыр түсінбейсің, 50 жылдан не болатынын білмейсің ғой. Қазақ бола ма, болмай ма? Орта Азия бола ма, болмай ма? Бүйтіп тойдан тойға секіріп жүре берсек.
Bana bir video görüp kaldım. Bekbulat telefon жүр. Тағы бір сақалды бір өзі жанында. Сөйтіп, бір жазып қойып, Алатаудың бөктерінде ұлан асыр ас бердік депші. Асқа тойғаншамыз уже біткен шығар. Ас дегенді қоя берді. Әңгіменің ашығы. Жақсы, папаны тыңдай ма, тыңдамай ма? Путин. Менің ойымша тыңдамайды әңгіменің ашығы. Оған басқаша былай санкция саламыз, ойбай деп бармай, бетпе-бет, бетін қайтаратындай қарумен жауап бермесе, білмеймін, 3 күнде жаулап аламыз деп Ресейге де, Путинге де дұрыс ақпарат бермей қойған әңгіменің ашығы. Біздің қаруымыз мықты, 3 күнде жаулаймыз деді, ол бастады. Шегінерге жол жоқ, әлі жалғастырып жатыр да. Мүмкін білді 3 күнде жаулай алмайтынын, мүмкін білмеді. Біздің сияқты ғой, мысалға біздің Қазақстан сияқты. Барлығы зың дейді қағазбен, былай барса зың емес. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Не болады деп ойлайсыздар алдыда? Соғыс аяқтасын не? Жазықсыз адамдар өліп жатыр. Bir адамның бұйрығымен қанша адам өліп жатыр. Жақсы.